Assalamu алейкум. Assalamu alaikum. Haq keuli mehri quyosh nurlarınday tolup tasqan adölü zamanlasılar. Sizlerдің bәршеңізді атқан таң, басланған күн менен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Илайым басланып атырған күн қуаныш һәм шатлықларға толы болсын деген жақсы тілектер жетегінде Ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің нәубеттегі санын назарыңызға ұсынамыз. Міне ажайып жаңға жағымлы қосты да естіп алдық. Ендігі нәубетте азанғы дене шынығуларына берсек. Азанғы дене шынығулардың инсан саламатлығына оғада пайдалы екенлігін еш те яттан шығармайық. Ұсыным менен азанғы дене шынығуларымыз өз жұмағына жетті. Кейінгі көрсетілерімізде көріскенше сау саламат болың. Сіздер менен гимнастика қызлары болды. Әр күні ұсындай дене шынығуларын іслеп саламатлығымызды бекемлесек, әлбетте жәмиетімізге пайдамызды тидіретұғын кәміл инсан болып жетілсуіміз сөзсіз. Дұрыс айтасы, жақсылық, спорт бұл саламатлық. Онда біз темадан ұзақласпастан студиямызға спорт арқалы бір қанша жетіскенліктерге ерісіп кетірған Нұрымбетов Расулды һәм тренер Тілепов Қуатты мұрат етсек. Мархамат. Ассаламу алейкум. Студиямызға қош келіпсіз.
Студиямызға және бір мәрте қош келіпсіз. Сәубетімізді еркін күрес спорт түрінде болып атырған жаңалықтардан басылсақ. Еркін күрес спорт түрінде соңғы жаңалықтардан айтып өтетін болсақ, міне кеше 9-14 апрель аралығында Ташкент қаласында болып өткен спорттың еркін күрес түрі бойынша жастар арасында Өзбекстан чемпионаты болып өтті. Чемпионатымызға мына Нүкіс Қанегелескен Олимпия резервлі мектеп интернатымыздан еркін күрес түрі бойынша Нұрымбетов Расул, Айымбетова Дүлпуза, Утимратова Сүраялар бірінші орынларды иелеп Өзбекстан чемпионы болып, һәм жоғары оқу орнына тест сынақтарсыз оқуға кіруге жолдама алып келді. Және де айтып өтетін болсақ, жақында мектеп-интернатымыздың оқушыларымен бірге Қазақстан Республикасы Атырау облысы Индер қаласына 15 күндік спорт жиынына барып келдік. Бүгінгі күнде Науаи viloyati мектеп-интернат оқушылары бізде спорт жиынында болмақта. Бұл спорт жиынларын өткізуден мақсатымыз, мысалы, оқушыларымыз және тренер оқытушыларымыз бір-бірімен тәжірибе алмасады. Әлбетте бұл тәжірибелерді үйреніп келіп, өзіміздің спортшыларымызды қолданып, бұл спортшыларымыздан келешекте Өзбекстан чемпионы, Азия чемпионы, һәм жаһан чемпионларын шығаруды қолдануға әрекет етеміз. Рахмет. Міне Расул, сіз спорттың еркін күрес түріменен шұғылданады екенсіз. Бұл спорт түріне қызығушылығыңызға не себеп болды? Яки сіз бір инсанға хәуес еткенсіз бе? Менің ажағам Шер Мұхаммед. Ол да еркін күрес бойынша шұғылданар еді. Үйге көптеген медаль, диплом, кубокларын алып келіп, соған хәуес етіп, менің ізіне барғанмын. Мен бұл еркін күресімен 3-ші класымнан бері шұғылданып келмектемін. Соңғы еріскелерім, тренерларым, ажағаларым арқан. Сол уақытқа дейін халықаралық турнирларда бірінші орынды алғанмын. Hamda aprelda o'tkazilgan O'zbekiston ko'lamida O'zbekiston chempionatida birinchi o'rinni olib, test sinoqlarsiz yuqori o'quv o'rnina kiruga yo'llanma oldim. Міне сіз жаңа жарыста қатынасып бірінші орынды жеңіп алдым, имтихансыз оқуға кіру бақытына да миястар болдым деп жатырсыз. Әлбетте міне осы уақытта чемпион болған уақытыңызда сізде бір қандай кеуіл кешірмелер өтті? Ең дәслеп сіздің көз алдыңызға кім елестеді? Осы кеуіл кешірмеңізді бөліссеңіз біргелікте. Мен ол бірінші орынды алған кезімде қатты қуанып кеткенмен, қатты сыртқа шығып жылаған уақытларым да болды. Естісем бірінші мәрте 2012 жыл жаңа жылға арналған Нүкіс қаласында турнир болып өтті. Сол турнирде бір орынды иеленгенмен, содан кейін бірнеше халықаралық турнирларда, Өзбекстандарда орын алып, жетістіктерге ерістім. Жетістіктерге еріскелерімді ата-анамның, апамның ақ-патиялары ядыма түсіп, көз алдыма елестейді. Жүда жақсы, жетістіктеріңіздің алды болсын. Бұнан да көбірек жетістіктерге ерісуіңізді тілейміз. Әжайып сәубет болып атыр. Осы орында нәубетті спорттың самбо түрі бойынша бір қатар жетістіктерге ерісіп келатырған жастарымыздың бір хақында таярланған сюжетімізді көріп тамашаласақ, кейін сәубетімізді давам еттерсек. Har qanday mamlaketning aydın kelешегін онда камалға келіп, әр тарафлама саламат болып өсіп атырған жас әулет белгілейді. Сондықтан да соңғы жылдарда елімізде дене тәрбиясы һәм спортқа айрықша диққат қаратылмақта. Әлбетте денсаулығы бекем, әр тарафлама раважданған саламат әулетті тәрбиялау мемлекетіміз саясатының басты бағдарларының бірі. Бүгінгі күні оларға жаратылып атырған имканиятларға хәуесін келеді. Республикамыздағы барлық балалар һәм өспірімдер мектеплерінде самбо, милли күрес, еркін күрес, жеңіл атлетика, баскетбол, таеквондо саған спорт секциялары болып, онда спортқа қызығушы оқушылар тұрақлы түрде шұғылданып келмекте. Спорт мектеплерінде самбо спорт түріне қызыққан жастар шұғылданады. Самбо рус тілінен алынған болып, құралсыз өзін қорғау деген мәністі білдіреді. Өзбекстан самбо федерациясы 1964 жылы түзілген. Әзірде бұл спорт түріне қызығып, шұғылданып, жақсы нәтижелерге ерісіп атырған спортшы жастарымыздың қатары көбеймекте. Осындай спортшыларымыздың бірі Икрам Абдреимов. Ол республикамыз һәм қоңсылас мемлекетлерде өткеріліп атырған жарыстарға қатынасып, жоғары көрсеткіштерге ерісіп, мемлекетіміз байрағын көктерге көтермекте. Бұл болса елінің һәм ата-анасының мақтанышына себеп болмақта. Спорт түріне кіріп келген себепшісі Көшкінбаев Илхам деген ажағам болды. 7 жастан бері спорт түрімен шұғылданамын.
ең бірінші дзюдо спорт түріне бардым. Содан көптеген жетістіктер ерістім. Бірнеше мәрте Қарақалпақстан чемпионатында, Өзбекстан чемпионаты сыйлы орындарда иелеп келе жатырмын. Мысалы, самбодан кеше жақында өткізілген Россия қаласында қатынасып қайттық. Өзбекстан сыйлы командасы 36 мемлекеттің ішінде екінші орынды алуға миясар болды. Ең бірінші менің қарсыласым Россия қаласының спортсмені болды. Жүда күшлі екен. 2-1 шотында ұттырып қойдым оған. Кейін сыйлы үшінші орынды алдым. Мен тренерларыма көптеген рахмет айтамын, осы дәрежеге жеткізгеніне. Соларға көптеген minnatdorchiligimni bilдіремен. Құда қаласа алдымыздағы жаһан чемпионатында, олимпиада чемпионатларына жолдама аламыз деген үміттеміз. Құда қаласа Ikramды кішкентай бағынан бастап білемін. Негізі ол дзюдо күресімен шұғылданды. Дзюдодан, самбодан, күраштан күресті. Кішкентай бала bir vaqtlar 30 kilo atrofында. Sambodan күреседі, bir ұтылып қалады. Сол жылап отырады, мен ұтылмадым дейді. Мен қайттан күресті дейді. Соның несіне қарай жас қой, 26-30 килолардың атырабын ұмытпасам. Сол вақытта бала 5 жасынан дейді, сондай мен баланы сол вақытта сездім. Азия кубокта 3-ші орынды алып келді. Олар мен өзім үшін бір мақтаныш. Әлбетте, әрбір спорт түрінің өзіне тән ауырманшылығы, қиыншылығы болады. Сол қиыншылықтарды жеңіп, жоғары нәтижелерге ерісуде әрбір спортшыдан үлкен шыдамдылық, сабыр тақат, сондай-ақ өз үстінде тынымсыз шынығулар сілеп бару талап етіледі. Соның менен бірге тренері дұрыс жол жоба көрсетіп, әрбір шынығуға айрықша жауапкершілікпенен қарауы спортшыда өзіне бекем сенім оятуы келешекте жоғары көрсеткіштерге ерісуінің ең дәстепкі басқышы болып есептеледі. Не баламызда шетелдерге барып кеп мінекей халық қатары азамат жігіт болып жатыр екен. Кішкентайынан шыныққан, неткен, күші толысқан. Міне һәм Өзбекстанның, Қарақалпақстанның балаларымен күресіп нетіп сондай қайратлы болған бала енді. Алла Тағала берген балада ниетіне. Бұл енді бұл шетелге барып міне күресіп 3-ші орынды алып келген. Олан бұл қуаныш біздерге. Жасына жас қосылғандай болып тұрды оған. Сондай қызмет көрсетіп қайтқанына. Міне халқымызға да жақсы, әммесіне белгілі болып жатыр. Жақсы атақ болсын Құдайым. Мінекей әзірге елімізде парақатшылық болып тұрды, мінекей жақсы. Емін еркін жүріп те, сол қуанышларына қуаныш қосып жүрді. Алдымызда сау болсын. Баламыздың жетістіктеріне қуанышлымыз. Қатынағаннан бастап, кішкене ғана кубоклар әкелгеннің өзінде бір жүрегін қолына алып, бір сондай суқыларда деп көтеріп келіп, сондай жетістіктеріне қуанып келіп, біздер онан бетер қуанғанбыз. Енді қанша айтсаңам, баланың әйтеуір өзінің минеті жарысынан Тайландқа жолдама алып келіп отырыпты. Табыслы жеңістерге ерісіп келген Алла. Біздер қуанғанда қуанамыз, қиланған уақытта қиланамыз. Жарыстарға барып келіп, онан үлкен жеңістерге жете беруіне тілегімді білдіремен. Келген мына кішкентай балаларым осының ізін алып, осы чемпион деп, ауылдың балаларында чемпион шығып жатыр деп жарысқа барамыз деген балалардың да саны көбейіп жатыр. Сондай чемпионлар шыға берсін Қарақалпақстанда. Азия чемпионлары, мировой чемпионлар болғай Алла Құдайым. Соның тілегіндемін. Спорт саламатлық кіреуі дейміз. Сондай-ақ спортты рауажландыру орындарда мың-мыңлап жастарды спорт шынығуларына тартудың ең басты мақсаты де жәмиетте саламат тұрмыс тәртібін сәулелендіру арқылы миллет саламатлығын бекемдеу. Қаншама көп бала спортқа тартылса, спорт һәм дене тәрбие олардың күнделікті талабыланса, жәмиет соншерлі саламат һәм күшлі болады. Солай екен өз алдыларына үлкен үмітлер қойып, алға қарай талпынып атырған жастарымызға алдағы жарыстарда үмітлер тілейміз. Міне, ажайып сюжетімізді біргелікте тамашалап алдық. Әлбетте, Рухан, мен расы Икрамды көріп жүді әуес еттім. Осындай жастарымыздың саны еледе көбейе берсін, һәм мемлекеттік байрағымызды жоғарыларға көтере берсін дейміз. Әлбетте, айтқаныңыз дұрыс. Міне бүгінгі күнде біздің мектеп интернатымызда спорттың 19 түрі бойынша тренер оқытушыларымыз, спортшыларымыз даярлап, сол спорттың сырларын үйретіп, сол мемлекетіміздің байрағын жоғары көтеруге өз үлестерін қосып келмекте.
ушундай шариатларды жаратып берип атырган мектеп интернатыбыз директоруна өз миннеттарчылыгыбызды билдиребиз. Міне сіз сол көп қана жарыстарға қатынасып жеңімпаз болып жатырман деп жатырсыз. Міне осы жарыстарда болған бір есте қаларлықтай уақиғалар хақында айтып берсеңіз. Бізде жарыста ондай даже қызықлы есте қалар уақиға болмайды, бірақ жарыстан кейінгі бірінші орынды алған кезімде сол бірінші орынды алған медалымды тағып ұйқылаған күндерімде болды. Juda жақсы, ажайып сәубет болды. Қымбатлы уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге minnetdarchilik білдіреміз. Өзбекстан халық шайыры Мухаммед Юсуф 1954 жылы 26 апрельде Андижан уалаяты Мархамат районында Қауыншы ауылындағы Дихан шаңырағында дүнияға келеді. Ташкенттегі Рус тілі һәм әдебиеті институтында қазіргі Жаһан тілдері университетінде білім алды. Ташкент ақшамы газетасында, Ғафур Ғулам атындағы әдебиет һәм көркем өнер баспасында, Тафаккур журналында, Өзбекстан авазы газетасында жұмыс істеді. Өмірінің ақырына Шекем Өзбекстан жазушылар ауқамында жұмыс алып барды. Мухаммед Юсуф ең әуелі халықтың дәртін айта білген, отанға болған мұхаббатын ешкімге ұқсатпаған қатарлар менен тарифлеген қосықлары менен танылған. Muhammad Qodir, Boburdan merosmi ko'zingdagi cho'q? Ey sen mushti qattiq, ko'ngli bo'sh bola, yashil o'rmonlarda ulg'ayganing yo'q, sening ham ko'z ochib ko'rganing dala. O'zi yayramagan seni yayratib, otang sahar kelib ketgan saharda, onang paxta tergan seni uxlatib, tollarga osilgan belanchaklarda, baxtiyor bolalik kechagi ertak, yuragi uvushgan, ko'zi achishgan, sening ham qo'lingga berishib etak, sening ham ustingdan dori sochishgan. Asl chempion har o'zbek bo'lolgan, daladir dunyoda asli katta ring, dehqonning qo'liga kishanlar solgan, millat dushmanlari sening raqibing. Zarbingdan qalqsin kulayotganlar, yumshoq o'rnidan bir turib qo'ysinlar. O'zbekni ishini o'ylab topganlar, o'zbekni mushini ko'rib qo'ysinlar. Kurash to'ylarga ko'rk, sayilda ermak, bilaklarga berdik, xirmonlarda top. Yaponning egnida bizlarning yaktak, paxtamiz Muhammad Aliga qo'lqop. Bizning ustozimiz iymon va ixlos, asli-ku maqtanish emas bizga xos. 12 yoshida ko'zlari chaqnab, Bobur yo'lbars bilan olishgani rost. Kimlardir bizlarni qo'shmasdi safga. Mushtingda millatning nomusi jodir. Qay raqibni yiqsang ular tarafga, bir kulib qarab qo'y, Muhammad Qodir. Dengiz bo'lib jo'shkin, daryo bo'lib xalq, ketsin ko'ngillardan ranjlar ozori. Sening suyanchig'ing ortingda bir xalq, sening murabbiying millat sardori. Qadoq bitgan panja zarbi shunaqa, ketmon tutgan panja zarbi shunaqa. Qabashmisan farang turay og'ayni, o'zbekning anjoncha zarbi shunaqa. Hayot asli kurash, hayot asli jang, yangi zafarlarga yo'llasin seni. Qachonki to'n kiyib maydonga chiqsang, pahlavon Mahmudlar qo'llasin seni. Men bulbul emasman, men bir jaydari, ko'nglimga sig'inib bir qalam surdim. Xudodan so'rayman, sening singari Qodir o'g'lonlari ko'paysin yurtim. Халықтың мехір мұхаббатына мияссар болған шайыр. Оның таныш тереклер, бүлбүлге бір гәпім бар, ұйқудаге қыз, ішқ кемасы, көңілімді бір йор, бевафа көп екен. Сайланма, біз бақытли боламыз, османымге алып кетаман, ұлығымсан ватаным, кібі оннан артық қосық топламлары өзбек әдебиетінің алтын мирасына айланды.
Өзбекстан халық шайыры Мухаммед Юсуф 1996 жылда Достлик ордені менен сыйлыкланды. Мухаммед Юсуф 2001 жылы 1 августта 47 жасында дүниядан өтті. Оның әдебиетіміз һәм мәдениетімізді халқымыз манауияты ой пікірін рауажландыруда, жасар қалбінде өзлігін аңлауда жазып қалдырған қосықлары еле де қызмет ете береді. Спортта чемпион болудың өзі болмайды. Спортшы чемпион болу үшін барлық уақытта өз үстінде тынбай жұмыс істеп, һәм тренерлердің берген насихатларына құлақ салу керек. Әлбетте, Рухан. Еркін күрес спорты бойынша бір қатар жоғары нәтижелерге еріскен қызларымызды естігенсіз бе? Естім, әлбетте, бірақ та бұл шендешен шырайды. Осындай спорттың еркін күрес түріменен шұғыланып, сол жеңімпаз болып атырған хаял қызларымызды көргенде, сол Гүлайымдай батыр қызларымыздың бар екенін көріп мақтаныш етеміз. Дұрыс айтасыздар, Рухан. Келің енді осы спорт түрі бойынша бір қатар жетістіктерге еріскен қызларымыздан Дилфуза Айымбетова, Азада Есбергенова һәм олардың тренері Айнура Жапақоваларды мұрат еткенбіз. Ассаламалейкум, студиямызға қош келіпсіз. Ассаламалейкум. Сәубетімізді еңдәслеп, осы спорт түрінде болып атырған жаңалықлар менен басласақ. Марқамат. 2009 жылдан баслап, республикалық спорттың жеке күрес түрлері бойынша қанегелестірілген спорт мектебінде тренер оқытушы болып істеп келмектемен. Сол уақытлар ішінде көптеген спортшылар жетілістіріп шығардым. Солардың ішінде атап өтетін болсам, Балтаниязова Бақтыгүл, Көнімжаева Ақтенге, Лола Орынбаева, Аймина Әлімбетовалар дүния жүзіне танылып, жаһан чемпионатларында сыйлы орындарды, Азия чемпионатларында сыйлы орындарды алып, еліміз байрақтарын балентлерге көтеріп жүрді. Қазіргі күнде 2018 жылы жұртбасшымыздың елімізге болған сапарында еліміздің спортшыларын еледе балент шоққыларға ерістіруде, елімізде үлкен спорт базасын құруды әмелге асырды. Олимпия һәм милли спорт түрлері бойынша Нүкіс жоғары спорт шеберлігі мектебінде тренер болып істеп келмектемен. Кейінгі жаңалықтарды айтатын болсам, 9-14 апрель күндері Ташкент қаласында болып өткен Өзбекстан чемпионатында Қарақстан Республикасынан 9 спортшы қатынасып, 5-еуі алтын медалды алуға ерісті. Спортшыларымыз келешекте жоғары оқу орнына тест имтихандарынсыз жоғары оқу орнына қабылдану бақытына миясар болды. Алдыңызға қойған режелеріңіз хақында сөйлетімізді давам еттерсек. Келешектегі мақсатларымыз еліміздің спортын елде балентлерге шығарып, Азия һәм жаһан чемпионатларында, Олимпиада ойындарында еліміз байрақтарын балентлерге көтеріп, спортшыларымыз елімізді дүнияға танытады деген сенім білдіремін. Айнура, бос уақытларыңызда кітаплар оқып тұрасыз ба? Әлбетте, кітап оқып тұрамын. Себебі ұстаз үшін неше жыл білім алса да азлық етеді. Өз үстімізде сондай спортшыларды тәрбиелауда үлкен махарат, үлкен күш қуат керек болады. Сол үшін өзім үстімде көплеп кітаплар оқып, білгенімді спортшыларға аянбай үйретуде жалықпаймын. Сол үшін көплеп кітаплар оқып тұрамын. Өз үстімде көплеп істесемін. Ибраим Юсуповтың қосық қатарларын оқысам, өзіме илхам аламын, рухи азық аламын. Сол қатарда мен Ибраим Юсуптың 4 қатар қосық қатарын келтіріп кетпекшімен. Мархамат. Семиуалы дарах мен дүр жемісім, бойларымды көрсең бітер кемісім. Әрбір айтқан ғаниметлі дем үшін мәңгі миннеттарман саған анажан. Жүда жақсы, біз бұндан қуаншылымыз, сол спортшы болып тұрып, сол әдебиетқа қызығуда бір үлкен жаңалық. Дилфуза Азада сілерді көріп тұрып, менде бір сұрау туылды. Не үшін осы еркін күрес спорт түріне қызыққансыз? Кімлерге хәуес еттіңіз? Солар хақында бір айтып берсеңіз. Мен бұл спортқа бірнеше жылдан бері шұғылданамын. Бұл спортқа келуіме ажапаларым себепші болған. Менің ажапаларымда осы спортпенен көп уақыттан бері шұғылданып келеді. Олардан атап өтетін болсам, Умекен Айымбетова, Әлімбетова Амина. Оларым осы спорт арқасында үлкен оқу орындарына тез сынақларсыз кіруге миясар болды. Құттықтаймыз.
Сол спорт түріне неше жастан бастап кіріп келгенсіз? Мен 7 жасымдан бері спортпен шұғылданып келемін. Тренерім Айнұра Жапакова маған спорттың сырларын үйретіп келмекте. Азада, ал сіз ше, не себептен хаялар күресіне қызыққансыз? Себебі өзім қатар жастарды көп чемпион болғанларын, әмді телевизорда медаль алып, байрақтарды жоғарыға көтеріп жатқанын көріп, қызыққанмын. Һәм сол 5 классымнан бері бастап шұғылданып бастадым. Ташкент қаласында 9-14 апрель күндері Өзбекстан чемпионаты жарысы болып өткерілді. Мен сода бірінші орынды иеледім. Һәм жоғары оқу орнына тест емтихандарсыз кіру бақытына месар болдым. Жүда жақсы, сәубетімізді давам еттірсек, міне сондай бір халқымызда гап бар, рауят бар десек те болады. Бір күні бір инсан ұстазға шәкірт түсіп, күрес сырларын үйренеді. Арадан бір қанша уақыт өтіп, сол шәкірті ұстазына қарсы шығып, күресуге тура келеді. Һәм бұл қызғын күрес уақытында қандай ұсылменен болса да, ұстазы шәкіртін жеңеді. Сол уақытта шәкірті ұстазынан сұрайды: "Ұстаз, сіз маған барлық сырларды үйретпеген бе едіңіз? Қалайынша сіз мені жеңдіңіз?" дегенде, ұстазы оған: "Бұл ұсылды мен сен үшін ғана сақлап қойып едім" деп жауап қайтарады. Осы рауяттағыдай, мәселен, сіздің де сол шәкіртлеріңізден жасырған сырыңыз бар ма? Әлбетте, әр ұстаздың өзіне лайық сырлары болады. Сонымен бірлікте мен өзімнің даярлап жатқан шәкіртлеріме қолымнан келгенше өз кәсібімнен келіп шыққан халда спорттың алуан сырларын үйретуге, олардың жоғары нәтижелерге ерісуіне әрекет етемін, күшімді жұмсаймын. Рахмет, Айнұра, ажайып сәубет болды. Сол алдағы хаял қызлар спортын рауажландыруға өз үлесіңізді қосуда, жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Рахмет, студиямызда және де сіздерді күтіп қаламыз. Спортпенен шұғылданғанымызда біз барлық уақытта денсаулығымызға оғада ітібарлы болуымыз керек. Яғни сол дұрыс ауқатлану әдебіне амел етіп, барлық уақытта сол шпакер мәслихатіне құлақ тұруымыз керек. Дұрыс айтасыз, Арухан, сөзіңізден соны аңладым. Студиямыздың ендігі мейманы шпакер Гозал Өтегенованы мұрат еткенбіз. Мархамат. Ассаламалейкум, студиямызға қош келіпсіз. Уалейкум ассалам. Гозал апа, басыланып отырған бүгінгі күніңіз қайырлы болсын. Міне, студиямызға бүгін спортшыларды мұрат еткенбіз. Оларға шпакер сыпатында қандай маслихатлар бере аласыз? Мен бүгінгі спортшы қызларымызды көріп, менде шпакер сыпатында, халқымыздың перзентлерін тәрбиелаушы ана сыпатында, олардың ер сыпатынан жетіскеліктерін рухланып, қуанып жатырмын. Және бұларға сол бере тұрған кеңеслерім, әлбетте спортшы қызларымыз жетіскеліктерге ерісу үшін азлы кем минет етпеген. Сол үшін бұларға да мен бере тұрған кеңеслерім ауқатлану режимін тәртібін сақласа, және өз үстінде іслеп атырғанда сол жетіскеліктерге еледе бәлен шоққыларына ерісеміз деп, әдден тыс өзлерінің денсаулығына зиян тигізетұғын, әдден тыс өзлеріне болған талапты күшейтпесе деген ілтимаслар қылар едім. Бұл тренеріменен болып атырған жарысларға таярлық уақытында оларды толқын тәрізде таярлап барса, яғни сол әстен басқышпенен өзлерінде үстінде істелген уақытта бірден ғана өзлерінің денсаулығына, өзлерінің денесінің салмағына сай болған күреслерде толқын тәрізде алып барса, бұны әлбетте тренерлеріміз жақсы біледі. Және ауқатлану тәртібіне де режесіне жүді қатаң тәрізде рая қылса, яғни олар әдден тыс өзлерінде болған нерв стресслерді өзіне қабылламау керек. Ауқатланып атырған уақытында күллік режим тәртібінде дұрыс бағдарлама бойынша шпакерлермен кеңескен халда, сол азанға ауқатларда сүтлі мақсулатлардан пайдаланса, түсте гөшлі балықлы мақсулатлардан пайдаланса, бұнда гөшлі балықлы мақсулатлардан пайдаланғанымызда да бұларды көп пісірместен парда пісірілген халда, демлеп пісірілген халда жесе, бұларда витаминдері жақсы сақланған халда, бұл спортшы қызларымыздың қаны азлық кеселігінен, әрқилы витамин дефицит кеселіклерінен сақлар еді. Және күллік режиміміз 4-5 мәрте ауқатлануға бөлінген болса, бұнда сүлікте болса, бұнда сол әрқилы салатлардан, әрқилы шөптенсіленген табиғаттан алынатығын ауқатлық затлардың составында бар, протеині бар мақсулатлардан күшлерін топлау үшін
және ертең біздің Өзбекстанымызда шариатында біздердің спортшы қызларымыз бұндай жетістіктерге ерісіп отырғанам бекар емес. Себебі біздердің табиғатымызда сол хауамыз, біздердің қияшымыз сондай организмге жақсы толық өсіп рауажлану үшін дұрыс тәмелеп берілген. Хәмде сондай бір Құдай Тағаланың нәзері түскен мемлекетте жасап жатырмыз. Жеріміз сондай біздің ана жеріміз витаминге бай, сол дәрі-дәрмақсыз-ақ сол қызларымыз өздерінің денесіне күш алатын әрқилы шөптенген салатлардан, өсімлік майларында болатын протеиндерінен, мал көшілерінен болатын протеиндерінен врачтардың кеңесі астында сондай пісіру тәртібіне бәріне рая қылып жеп барылса, және де сол Өзбекстанымыздың байрақтарын көклерге көтереді деген үміттеміз. Рахмет. Гозал апа, осы орында саламат тұрмыс тарзы хақында, шпакер сыпатында қандай маслихатлар ықыласпенділерімізге бере аласыз? Әлбетте, біздің халқымыз арасында, қазір халқымызам сол саламат тұрмыс тәрізіне әр бір семьяда, сол 7 жасар баламыздан 70 жасар ата-аналарымызға шекем, саламат тұрмыс тәрізін сақлау бойынша жүді қызығып атырыпты. Себебі, азанда тұрғанда шынығу, яғни жуырмастан, астен денені шынықтыру менен аздан жүруден басылап, кейін өздерін денені шынықтырып, ауқатлану тәртібіне рая қылып, күшлі ауқатларды түске шекемгі уақытта түслік рационға қойып, кеште күрішлі ауқатлардан жеп, салатлардан жеп, өздерінде болатығын ауыр өтетіғын кесекілерден сақлану үшін әлбетте біздер көп қана халқымыз арасында көп түсінік жұмысларын алып барып атырмыз. Бұл үшін халқымыздан өздерам талап етіп, сорап үйреніп атырыпты. Қазіргі уақытта сол үшін біздер мұқамқұралар, жиыллары, активисткаларымыз халқымыздың арасында көп жұмыслар істеп атырыпты. Әрбір қанаданда өздерімізбен бірге мейірбикелеріміз әрбір қанадан бекітілген мейірбикелеріміз азанда таң сахарлеп жұмыстан алдын халқымыздың сол жаспа жас көлемінде өздеріне сай сол шынығуларды асыруға, жуыру, болмаса жеңіл спорт түрлері, жеңіл атлетика түрлері менен шұғылануға халқымыз арасында сол қызығушылықты арттырып атырмыз. Бұл халқымыз әлбетте бұны жақсы қабылдап атырыпты. Күнлік жұмыстың үнемлі болуына, азанға кайфияттың жақсы болуына, ауқаттың жақсы сіңуіне, және сол күндегі жұмысымыздың өнімлі болуына да көп жақсы тәсірін тигізіп атырыпты. Және үлкен жастағыларымыздың, бұлардың мейірбикелеріміз, шпакерлеріміз, оларды медициналық группаларға бөліп атырмыз. Өздеріне болатығын сол шынығу түрлеріне, денсаулығына байланысты, салмағына байланысты, әсте жаңа айтып өткенде толқын тәрізде, бұларды әстелікпенен сол дене салмағының таслану азайтуына, сол бой менен дене салмақлықтың сол арасындағы болған норманы алып келуге ерісіп атырмыз. Рахмет, мазмұлы сәубетіңіз үшін. Әлбетте сіздің мәслихатлеріңізге сол бәрше бірдей әмел етеді деп ойлаймын. Сол алдағы жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Және бір мәртебе студиямызға қош келіпсіз. Қош келіпсіз. Рахмет, аман болың. Көзді ашып жұмғанша өтіп баратырған уақыт көрсетуіміздің жұмақлану алдында тұрғанын ескертпекте. Тілегіміз басланып атырған күн бәршеңізге әуметлі һәм мазмұнлы болып келсін. Және де эфир саатларында көріскенше аман болың.